Çet elden endi Xitay elinden инвестор тартып өзүмүзчө. Сонун технологиясын пайдаланып, мына тамчылатып суарып атсын. Соны іске қосып көріп жүрміз. Келешекте осыны пайдалансақ, осы суға үнем болады екен. Суару несіне де қолайлы. Жұмысымыз сол. Биыл енді жайрақ бастадық. Азын-аулық бір дүзгекті жерге салып отырмыз. Келешекте жерімізді ұлғайтсақ деген жоспар бар. Сол жоспарымыздың ішінде мына салған шлангыларды өңдейтін завод шығарсақ деген мини цех. Соны іске қоссақ деген ойымыз бар. Содан мынаның астық кептіретін қойма саламыз. Келешек планымыз сондай болып тұр. Құрметті семинарға қатысушылар, сіздерді Зайсан ауданы Қаратал және Шілікті ауылдық округтерінде өтіп жатқан тамшылап суару бойынша семинарда көргеніме өте қуаныштымын. Бұл шара біздің ауыл шаруашылығымыздың дамуына үлкен үлесін қосады деп сенемін. Семинардың мақсаты тиімді су пайдалануға, білім деңгейімізді арттыру және кәсіби байланыстарды нығайту. Барлықтарыңызға сәттілік пен жемісті жұмыс тілеймін. Бүгін біз осы әдістің артықшылықтары туралы тыңдап, өзара тәжірибе алмасамыз. Ал енді мына тамшылап суғарудың тәсілі өте қолайлы. Егін шаруашылыққа деген экономикалық жағдайдан жаңағы шығын жоқ, суды үнемдеу көп, өте үнемдейді суды. Жанғар жанармайды үнемдейді. Бір суғара моторымыз 5 сағатта 20 литр солярка жейді. Сол себептен өте қолайлы деп ойлаймын. Келе жатқан шаруашылық егем дейтіндер, келесі жылы егем дейтіндерге осы тәсіл өте үнемді. Біріншіден суды үнемдейді екен. Ол экологиямыз өте жақсы деп ойлаймын өзім. Атап айтып кету керек, бұл ең үлкен жоба Шығыс Қазақстан өңірінде. Өйткені бұдан бұрын бұндай 450 гектар жерде тамшылатып суғару тәсілдерімен қолдану болмаған. Сондықтан қазір келіп отыр, басқа аудандардан, келіп отырған адамдар басқа осы жұмыспен танысып, осындай жобаны басқа өңірлерге тарату үшін семинар өткізіліп жатыр. Бұдан бұрын 50% субсидиямен қайтарып беріп отырған, ал қазір 80%-ға дейін бұны көбейтіп отыр. Сондықтан осындай әдісті өздеріне қойып қолданып отырған адамдарға 80%-ға дейін субсидия береміз.